Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Ертең елімізде республика күні тойланады. 25 қазанға арналған арнайы жиындар өтетін орындардағы тәртіп күшейтілмек. Себебі бұған дейін белгілі болғандай, ішкі істер министрінің орынбасары Игорь Лепеха полиция ел азаматтарына республика күнінде митинг өткізуге мүмкіндік бермейтінін мәлімдеген. Себебі ақпараттық желілерде 25 қазан күні елімізде митинг өтуі мүмкін деген жалған болса да жаңсақ пікірдегі ақпараттар таралып кетті. Ал бұл митингті ұйымдастырушы топ 2001 жылы ДВК-ны құрған Мұхтар Әблязов мырзаға тікелей қатысы бар дейді. 25 қазанға арналған үндеулерге келетін болсақ, ДВК мүшелері наразылыққа шығуға шақырып жатыр. Бұл Қазақстан аумағында қызметі заңсыз деп танылған экстремистік ұйым, және әрине біз ешқандай митингілер өткізуге жол бермейміз, деді Қазақстан ішкі істер министрінің орынбасары Игорь Лепеха. Сондай-ақ қоғамдық тәртіпті сақтауға тартылған полиция қызметкерлері мен ұлттық ұлан қызметкерлерінің санын 20 мыңға дейін көбейту көзделген. Адамдар көп жиналатын және демалатын орындарда полиция жасақтары болады. Сонымен қатар адамдар жиі шоғырланатын орындар жедел басқару орталықтарының бейне бақылау камералары мен визуалды бақылауға алынады. Ахуалды мониторинг үшін жедел штаб жұмыс атқарады. Штабтар барлық өңірде ашылады, дейді ішкі істер министрлігі.